құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Ең бірінші біздің бүгінгі сабағымызда үй тапсырмасын тексереміз. Үй тапсырмасы бойынша кубизм әдісіменен біздер сұрақтарға жауап береміз. Бағалау этностиль дегеніміз не? Этностиль дегеніміз не? Этностиль дегеніміз қазіргі заманауи стильде тігілген киім. Ұлттық киімдермен безендіріледі. Түрлі әшекейлермен, оюлармен, өзіндік бір ерекшеліктері болады. Әр ұлттың солармен ерекшеледі. Ұлттық нақышқа сай безендіріледі. Келесі. Ұлттық киімдер дегеніміз не? Ұлттық киімдер дегеніміз жалпы әр ұлттың өзінің бір ұлттық киімдері болады. Мысалы, біздің ұлттық киімдерде өзінің бір ерекшелігі бар. Ол яғни оюлар. Сол секілді басқа ұлттарда да өзінің ұлттық киімдерінде ерекшелік болады. Жақсы. Жақсы, правильно. Олай болса, балалар бүгінгі тақырыптан ашпастығын тақаған бейнероликке назар аударыңыздар. Бұл елі көне заман тарихымен бірге дамып, біте қайнасып келе жатқан бай қазына. Оның бір ұшығы туысқан Орта Азия халықтарының және орыс халқының қолөнерімен де ұштасып жатыр. Қолөнерінің басты бір саласы киім тігу. Ерте заманнан күні бүгінге дейін өзінің қадір қасиетін жоймай, қолөнерінің озық үлгісі ретінде ғана емес, әрі әсем, әрі ыңғайлылығымен де пайдаланудан қалмай келе жатқан қазақтың ұлттық киімдері әлі де аз емес. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың мақсаты функционалды, эстетикалық, эргономикалық және экологиялық талаптарға сай нысан дизайн дайындау бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Бүгінгі бірінші тапсырмамыз білу түсіну бағытында болады. Біздер постер қорғаймыз. Ол үшін ең алдымен топқа бөлінуіміз керек. Топқа бөліну үшін мына жерде жатқан суреттерді алып топтаса қоямыз. Тапсырмамыз ойла жұптас бөліс деп аталады. Бұл тапсырмада біздер постер қорғаймыз. Алдарыңыздағы берілген ақ қағазға бірінші топ әйелдердің бас киімдері туралы және оны қайда қолдану. Және ол бас киімді этностильде безендіреміз. Тапсырмаға 5 минут берілді. Сіздер ерлердің бас киімі туралы сөйлеп саласыздар, постер қорғайсыздар, қайда қолданылады. Сол туралы. Қалпақ енді безендірілісіне қарай ғой. Олай болса, қай топ таныстырылымға шығады? Ұлттық ер адамдардың киімдері. Бұл бізде ұлттық және этностильдегі ер бас киімдері. Бұл бізде бөрік және де айран қалпақ. Бөріктің нәрендегі төбесі өте бағалы маталардан тігілген, ал етегі оның өте қымбат аңдардан тігілген, аңдар терісінен. Егер де бұл қойдың терісінен жасалған болса, онда ол бізде арзан бағада болып келеді. Ал егер де құндыз, түлкі, қасқыр аңның терісінен жасалса, онда бізде бұл қымбаттырақ болып келеді. Келесі ол бізде айран қалпақ. Бұл қалпақтың жағы бізде қатты және қымбатты келген матадан жасалған. Және де бұл оюлармен безендірілген. Енді қазіргі таңда осы сіздердің салған ұлттық ер адамдардың киімі қолданыста бар ма? Айран қалпақты бөрікті біздер киіп жатыр. Біздер былтырғы мысалға былтырғы жылдарда біз бөрікті қайтқа киеміз? Көкпар. Жақсы. Біз бұрынғы қазақ елдердің ұлттық бас киімдерімен және де этностильдегі бас киімдерді қазақ елдерінің бас киімдерін салған болатынбыз. Ең бірінші бұрынғы қазақ елдерінің бас киіміне кимешек салдық. Кимешек бұрында әжелеріміз, үлкен апаларымыз киген және ол кимешектің алды әйелдердің төсін жауып тұрған. Және де ол көптеген ою-өрнектермен безендірілген және де көбінесе ақ түсті болған. Содан кейін бар тақияның көбінесе жаңағы жас қыздар киген және де оның басында үкі болған. Одан кейін ол да осы қазақтың ұлттық оюларымен безендірілген. Бұл этностильдегі бас киімдердің бірі.
қазіргі жастар киетін тақиялардың бірі. Яғни бұл қазіргі замандағы әшекейлермен, жаңағы моншақтармен безендіріледі. Ал бұл қазіргі кездегі әділ тігілген сәукеле, және де ол сәукеле қазір бағалы тастармен, немесе көрікті тастармен көп әшекейленеді. Сонымен қатар қыз баласы тұрмысқа шыққанда жаңағы сәукелені ұзын болса, онда ол текті жерден шыққан деген жаңағы мағынаны білдіреді. Қолдану тапсырмасы біз алдағы сабақта бізде балалар біз осы таңдаған бұйымымызды тігеміз, яғни өңдеу жұмыстары. Нобай жасап, сол жұмыстарды өңдеп тігеміз. Сондықтан келесі біздің тапсырмамыз осы постер қорғаған бетінің екінші жағына келесі сабақта тігетін бас киімдеріңізді суретін салып таныстырылым жасайсыздар. Қай бас киім тігесіздер? Енді біздің екінші тапсырмамызды қорытындылайтын болсақ, қай топ дайын? Ерлердің бас киімі дайын. Олай болса, жұмыстарыңызды түсіндіріңіздер. Келесі сабақта біздің екінші топтың тігетін бас киімі бөлім жасы. Біз келесі сабақта бөлік тігетін боламыз. Жалпы бөлік екі бөліктен тұрады. Бұл аң терісі, ал бұл табиғи қатты мата. Мата негізінен төрт бөліктен тұрады. Егер де біз осы екі бөлігін бірге қосатын болсақ, оны бұл жерін біз тігетін боламыз. Сол кезде бізде домалақ пішінді болып шығады. Ал бұл бізде аңның терісі, яғни мына жер. Жақсы. Біз оюменен ештеңемен безендірмейміз, тек қана бөрікті аңның терісімен безендіреміз екен. Ол бізде бөрік тігу үшін екі деталь болады екен. Жақсы. Бірінші топ тыңдап отырмыз ба? Бас бармақ әрісі арқылы бағалаймыз. Қалай бағалайсыздар? Жақсы. Отыра қойыңдар. Біз келесі сабақта осындай қазақ әйелдерінің бас киімдерді тігетін боламыз. Және де бұл екі бөліктен тұрады. Яғни шеңбер, бұл жерін алып тастаған кезде тақиямыздың бас жағы шығады, ал бұл тақиямыздың құрайтын бір бөлшек болады. Осы оны оюлармен әшекейлеуге болады. Егер де бұл тақияларын қыз балаларға арналған болса, онда басын төбесін немен безендіреміз? Үкімен безендіреміз. Жақсы. Отыра алыңыздар. Жақсы. Бірінші топ қалай бағалайсыздар? Бас бармақ. Жақсы, керемет екен. Олай болса балалар, келесі біздің тапсырмамыз тілшелермен жұмыс жасаймыз. Сәйкестендіру деп аталады. Сіздерге мен мына тілшелерді берем. Бұл тілшеде әр қолданылатын бас киімнің қай жерде қолданылатындығы орны ауыстырылып берілген. Сіздер сәйкестендіресіздер. Болдық па тексеріп балалар? Олай болса, бірінші топ бастап айтып жіберіңіздер. Инабат неше қате бар? Талғат тексердің ба, Зерен? Зерен тексердім, Зерен ешқандай қате бәріміз. Сен тексердің, сен екі қате. Талғат тексердің, Талғатты бәрі дұрыс. Бәрі дұрыс. Талғат сенде? Бәрі дұрыс. Инабаттікі бәрі дұрыс екен. Жаннар сенің тобыңда? Ерлердің екі қате бар. Жаннарда? Бір қате. Жақсы балалар. Енді балалар бүгінгі жұмысымыздың ең соңғы тапсырмасы кім жылдам деп аталады. Мен сендерге сұрақ қоямын. Қай топ бірінші жауап береді, соған бағалау береміз. Олай болса, қазақтың ұлттық киімі қандай элементтерден тұрады? Оюдан. Бірінші мына топ Нұрислам. Ұлттық киімнің элементтерін атаңыз. Ұлттық киімнің. Шапан. Немен безендіріледі? Аңның терісімен Жақсы. Келесі, заманауи киім дизайндағы қазақтың ұлттық киім үлгілері қалай қолданылады? этнос стиль деп аталады. Қазақтың қандай дизайнерлерін білесіңдер? Кауменова деген білесіңдер ма? Сымбат Сәни деген бар. Біздің ақтөбелік қазір шетелге дейін шығып жүрген Роза Бисекенова деген дизайнерлер бар екен. Олай болса, төртінші сұраққа бағаламаймыз. Үш сұрақ бойынша бізде екі сұрақты ерлер тобы бас киім алыпты. Мына топ бір ұпайды. Олай болса балалар, бүгін сабағымыздың соңын шығу билеті арқылы қорытындыларымыз келіп тұр. Мына
сіздерге берген шығу билеті арқылы сіздер бүгінгі сабақтан түсінген ойларыңызды қорытындылайсыздар. Бүгін біздің топ этностиль дейтін ұғыммен танысты, және де оған қандай киімдер жататынымен таныстық. Осын қазақ халқының ұлттық киімдерін есімізге түсірдік. Сонымен қатар келесі сабақта қандай бас киім тігетінімізді талқыладық. Бүгін біздің топ жалпы осы этностиль не екенін түсіндік. Осы бөріктің қандай жасалатынын, қандай жануардың терісіне жасалатынын білдік. Алдағы сабақта осы көптеген Алдағы сабақта қандай заттар біз бұйым тігесің? Бөліп тігесіңіз жоспарладық. Жақсы, олай болса балалар үйге тапсырма алыңыздар. Үйге тапсырма басқа да ұлт өкілдерінің киімінің суретін салып келеміз. Және осы бүгінгі таңдаған бұйымдарыңызды тігуге мақта алып келеміз. Түсінікті ғой? Сау болыңыздар, сабақ аяқталды.